Назиғат сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Кәпірлердің жанын аяусыз жұлқып, суырып алушы періштелерге, мүміндердің жанын қинамай, байыппен алушы періштелерге, иләһи пәрмендерді бұлжытпай орындау мақсатында, аспан кеңістігінде жүзіп жүрген періштелерге, міндеттерін мүлтіксіз орындауда бір-бірімен жарысатын періштелерге, Алланың пәрменімен болмыстағы жауын жаудыру, жел тұрғызу сынды табиғи құбылыстармен өзге де елеулі істерді жүргізуші періштелерге серт. Қиямет сөзсіз орнайды. Сол күні Сурдың, яғни Исрафил періштенің ғаламат сырнайынан шығатын ащы үн жер әлемді тітіретіп, дүр сілкіндіреді. Оның артынша жер әлемді тітірететін тағы да бір ащы үн шығады. Сол күні кейбір жүректер үрейден дүрсіл қағады. Олардың, яғни жүрегі дүрсіл қағып, аузына тығылған кәпірлердің үрейге толы көздері мөлиіп төмен қарайды. Соған қарамастан, кәпірлер өлгеннен кейін қайта тірілу сенімін келемеждеп былай дейді. Сонда біз қайтадан бұрынғы қалпымызға қайтарыламыз ба? Һәм қаусап, үгітілген қу сүйекке айналғаннан кейін қайта тірілеміз бе? Ендеше бұл біз үшін тым зиянды қайту десеңші. Олар не десе де, болатын іс болады. Һәм бір ғана ащы үнмен, яғни Исрафил періштенің Сурда бір рет үрлеуімен жүзеге асады. Сол-ақ екен, бәрі теп-тегіс махшар алаңына жинала қояды. О Мұхаммед, саған Мұсаның хабары жетті ме? Есіңде болса, қасиетті Тур алқабында Раббысы оған былай үн қатқан еді. Перғауынға бар, өйткені ол әбден азғындады. Бар да оған жамандық атаулыдан арылып, тазарғың келеме деп айт. Ондай ойың болса, саған Раббыңа тура апаратын жолды көрсетейін. Сонда оған тағзыммен мойын сұнарсың. Негізінен Мұса алейхиссалам тек Исраил ұрпақтарына ғана емес, Перғауын мен оның еліне де тура жолды нұсқау үшін жіберілген еді. Олар Мұсаның сөзіне құлақ аспаған соң, Мұса өз қауымын Мысырдан көшіріп алып кетуге міндеттелген еді. Мұса Перғауынға барды да, оған ең үлкен мұғжизасын көрсетті. Алайда Перғауын оған сенбеді, һәм қарсы келді. Онымен қоймай, Мұсадан теріс айналып, дұшпандық әрекетке көшті. Халқы мен әскерін жинап алып, үндеу тастады. Сендердің ең ұлық Раббыларың мына менмін деді. Ақырында Алла оны бас салып, ақиретте һәм осы дүниеде баршаға сабақ болатындай етіп, оңдырмай жазалады. Шүбәсіз мұнда Алладан тағзыммен именетін әрбір жан үшін ғибрат бар. О адамдар, ақылға салып ойланбайсыңдар ма? Сендерді жарату қиын ба? Жоқ әлде аспан әлемін бе? Оны Алла тұрғызды. Алла оны тіреусіз биік күмбез етіп көтерді, һәм мінсіз толыққанды жүйеге келтірді. Тас қараңғы түнін бірте-бірте сейілтіп, күн сәскесін шығарды. Яғни таңын атырып, жер әлемді жарыққа бөледі. Содан кейін жерді тұрақтап тіршілік етуге қолайлы етіп жайды. Одан сулары, бұлақтары, өзен көлдері, мұхиттары мен жайылымын, көк майсасын, шүйгінін шығарды. Тауларды да бекем етіп орнатты. Мұның бәрі сендердің және малдарыңның тіршілігі үшін. Ақырында жер жаһанды түгелдей басып қалатын алапат-апат қиямет қайым келген кезде, міне сол күні адам баласы өмір бойы ненің соңында жүріп не үшін қам қарекет қылғанын, яғни дүниеде өз пайдасы үшін қарекет қылды ма, жоқ әлде өзін зиянға батыратын істермен шұғылданды ма, соны анық аңғарады. Және көретіндердің бәріне жалынатқан жаһаннам анық көрсетіледі. Міне сонда кім-де-кім азғындап шектен шыққан, әрі дүниенің қу тіршілігін ақиреттен артық көрген болса, онда шүбәсіз оның ақыр соңында барып паналайтын жері сол жалынатқан жаһаннам болмақ. Ал кім-де-кім күндердің күнінде
Раббысының дәргейіне баратынын ойлап, шынымен қорыққан һәм нәпсісін әуейліктен тыйған болса, шүбәсіз, оның ақыр соңында барып паналайтын жері жәннат болмақ. Уа Мұхаммед, олар қашан орнайды деп, сенен қиямет жайлы сұрауда, сен оны қайдан білесің? Ол жайлы сен не айта аласың? Оның соңы Раббыңа барып тіреледі. Яғни оның кесімді уақыты Раббыңа ғана аян. Ал сен болсаң, одан шынымен қорқатындарды алдын ала сақтандырушы, ескертуші ғанасың. Олар кәпірлер, сол ұлы күнді көргенде, дүниеде бір кеш, немесе бір сәскелік уақыт қана тұрғандай болады.